Пайғамбар саллаллаху Абу Зарға айтады, мен саған екі нәрсе үйретейін дейді. Бұл дүниеде жасау жеңіл келеді, бірақ қияметте таразыға ауыр келеді. Біз бәріміз таразысы ауыр болса деп армандап жүрген адамдармыз ғой, ұзақ үндемеу дейді. Бізде жоқ ол нәрсе. Ұзақ үндемеу. Ол анау адамдармен отқан кезде сүмірейіп, бұл қауқсып отырды айтып жатқан жоқ. Келген кезде. Анау біреу саған, сүмелек дейді ғой, енді базарда жүрсін. Мысалы үшін ғой енді. Әпенді, албасты деп сөйлеп қалуы мүмкін да. Сіздің ішіңізден де ответ келе жатыр ғой, біз де жаттап алғанбыз ондай сөздер. Келе жатыр мына жақтан қазір дырылдатып жіберейін деп тұрсың. Осыны ұстап қала аласың ба? Күшті деген барып анаумен алысып, жығып, болевой татыртып, ұйықтатып, ол емес күштілер. Бұған көп адамның шамасы жетпейді жігіттер. Күшті деген жігіттер бар ғой, қазір кейбір жігіттер бар ғой, мен ашулансам өз-өзім ұстай алмаймын дейтін. Бұлар ең әлсіз адамдар.